Бәріңе сәлем, бәріміз телефонда және ПК-да көп отырамыз. Бірақ та көбіміз біле бермейміз. Негізінде телефон мен компьютерде көп отырса зрениеден айырылмаймыз. Егер де біз кішкентай кезде көздің диагнозымен туылмасақ, конечно. Бірақ дәл қазір видеоны жаппай тұр. Өйткені бұл видеоны дұрыстап көрмесең, зрениеден кім болсаң да айырыласың. Өйткені көздің диагнозы сау адамда да пайда болуы мүмкін. Егер де сенің компьютеріңнің мониторы жаман болса, және осы видеода айтып кететін монитор алдында істеуге болмайтын заттарды істейтін болсаң, онда сен полный зрениеден айырылуың мүмкін. Бүгінгі видеода көзді сақтау үшін қандай монитор алу керегін және компьютерде отырғандағы дұрыс советтерді беремін. Ал біз видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Бүгінгі видеода бәрің білетіндей банальный советтер болмайды, яғни мониторда отырғанда қасыңа кактус ал, немесе компьютерде көп отырма деген сияқты. Олар көмектеспейді. Ал енді қазір видеоны қандай монитормен көріп отырсың? Осы сұрақ арқылы монитор качественный ма или мусор ма, соны біле аламыз. Ең алдымен мынаны біліп алайық. Мониторда 3 матрица бар. Олар TN, VA, IPS. Бұл 3 матрицаның да әрқайсысында өзінің жақсы жерлері бар. Және ең арзаны TN. TN матрицада көбінесе көп реакция требовать ететін ойындарға арналған. Мысалы CSGO. Өйткені TN матрицада задержка болмайды. Бірақ TN-нің минусы оның цветтері, яғни цветтерді IPS сияқты көрсетпейді. Егер де сен мониторды 2010 мен 2015 жылдың аралығында алсаң, еще матрицасы TN болса, онда сенде монитордың технологиясы шим болу керек. Ал егер қандай екенін білмесең, оны білу үшін мониторға камераны түсіріп, яркостін азайту керек. Егер мониторда мерцание байқалса, онда оның технологиясы шим. Ал егер байқалмаса, бірақ монитор TN болса, онда оның технологиясы flicker free. Ал шим дегеннің расшифровкасы широтно-импульсная модуляция, яғни энергияның мощностін мерцание арқылы басқару. Мерцание адамның көзіне өте зиян, сондықтан егер старый матрица болса, онда яркостьті 100-ге қойып қолдану керек. Ал егер сендерде обновленный TN матрица болса, онда flicker free деген технология тұр. Бұл технология антимерцание, және бұл технология көзді сақтауға көмектеседі. Бұл жерде сендерге кеңесім, егер сендерде ескі TN матрица болса, возможность болса IPS немесе VA матрицаға көшіңдер. Себебі бұл матрицада ешқандай пульсация жоқ. Ал егер де ноутбук алатын болсаңдар, обязательно IPS алыңдар. Өйткені ноутбуктарда компактный экран. Даже бұның өзі көзге қатты жақсы емес. Себебі көп ноутбуктарда максимально 17 дюйм болады. Ал көзге комфорт үшін орташа 24 дюйм керек. Сол үшін екінші кеңесім, ноутбукты ойын үшін алмаңдар. Ноутбукта 7-8 сағат отыру уже зрениені құртумен тең. Егер TN матрица болса, онда вообще жестко болады. Сондықтан хотя бы денсаулық үшін ақшаны аяуға не стоит. Егер де программист, монтажер немесе ютубер болсаң, онда өзің үшін компьютер ал. Ал сен экран алдында күніне максимум 2 сағат отыратын болсаң, ноутбук алуға болады, бірақ обязательно IPS. Ал егер де сен уже игровой ноутбук қолданатын болсаң, онда бөлек клавиатура алда ноутбуктың экранын көздің уровеньмен сәйкес қылып қолдан. Өйткені ноутбуктар орналасу жағынан төмен болып келеді. Бұл бір жағынан көзге зиян, ал екіншіден мойын ыңғайсыз орналасып, 3 сағаттан кейін уже мойын ауыра бастайды. Ал менің столымдағы мониторды айтатын болсақ, ол уже сатып алғаннан кейін стойкасы көздің уровеньмен бірдей. Қазір көп мониторлар солай жасалады. Бұл дұрыс, негізінен монитор адамның көзінің уровеньмен бірдей болу керек. Ал келесі беретін кеңесім, экранды полный қараңғы жерде қолданбаңдар. Бұл да көзге зиян. Себебі қараңғыда адамның көзі телефонның экранына ғана концентрация жасаса, көз тез шаршайды. Хотя кәдімгі жарық уақытта да экранға қараса көз шаршайды. Бірақ қараңғы кезде ол процесс ускоренный болады. Көбінесе ешкімге светпен ойнаған ұнамайды. Сондықтан Хаудиходан гениальный решение бар. Яғни Алиэкспресстен 1 метрлік ақ түсті LED лента аламыз. Сосын оны монитордың артына жабыстырамыз да, қараңғыда осы лентаны қосамыз. Способ менің ойымша өте гениальный. Мен де осы способты юзать етемін. Сендерге де кеңес беремін. Өйткені LED лента Алиэкспресстен максимум 1000 теңге тұрады. Тағы бір кеңес, егер ПК-да көп отыратын болсаңдар, су көп ішу керек. Себебі көз шаршай бастағанда біз көзді жыпылықтаймыз. Басқаша айтқанда көздің ылғалын тазартамыз. Сол кезде каждый көздің жасы компьютердегі пиксельдің сәулесінен қорғайды. Бәріміздің көзіміз слезинкадан тұрады, ал организм көп слезинка бөлу үшін көп су ішу керек. Сондықтан осы кеңес арқылы бір шетінен организмімізге пайдалы, бір шетінен біздің көзімізді сақтауға болады. Енді видеомыз осымен өте қысқа болды, бірақ та мен сендерге зрение сақтаудағы өзім қолданатын заттарды айттым. Енді осы видеодағы полный итог шығаратын болсақ, егер де монитор алсаң, онда беспроблемно IPS немесе VA матрица ал. Немесе TN матрица алсаң болады, бірақ та flicker free деген технологиямен алу керексің. Сосын жұмыс істеуге ноутбук алу не стоит. Өйткені 17 дюйм көз үшін өте аз. Ал қатты керек болып бара жатса, онда IPS матрицамен ал. Міне осы берген кеңестер арқылы сенде көздің аурулары пайда болмайды. Бірақ та ол осы кеңестерді қолданып 24 сағат компьютер ойнай беруге болады деген сөз емес. Компьютер қолдансаң да кішкене уақыттарда экраннан демал, көздің жаттығуларын жаса, далаға шық. Жарайды, онда видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.